Сәлем достар, бүгін сіздерге дәруменге өте бай асқабақты пюре суптың рецептісін көрсетемін. Видеоны соңына дейін қарап, каналыма тіркеліп қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен табамызды қыздырып, оған сұйық майымызды құйып аламыз. Пиязымызды жақсылап ұсақтап турап, қызып тұрған майға салып қуырамыз. Картоптарымызды орташа бөліктерге бөле турап, пиязымыздың үстіне сала қуырамыз. Енді сәбізімізді және де бір бас сарымсағымызды қосып турап, аталған көкөністерімізді жақсылап қуырамыз. Орташа отта қуырған дұрыс. Асқабақтарымызды дәл солай жұқалап тураймыз. Асқабақты неғұрлым көп қосқан сайын соғұрлым дәмі де ерекше болады. Барлығын орташа отта жақсылап қуырамыз, шамамен 15 минуттың көлемінде. Дәміне қарай тұзыңызды, қара бұрышыңызды қосып, және де қалауыңыз бойынша аздап дәмдеуіштер қосып жіберсеңіздер де болады. Бұдан кейін үстіне қайнаған су құямыз. Біздің көкөністеріміз осылай суға батып тұруы тиіс. Қазанымыздың қақпағын жауып, бір бұрқ еткізіп қайнатып аламыз да, одан кейін баяу отта шамамен 20 минут пісіреміз. Біздің суымызды блендердің, миксердің немесе тағы да басқа түрлі езетін құралдардың көмегімен жақсылап араластырып езіп аламыз. Осылай пюре тәріздес қоймалжың суп шығады. Өте дәмді әрі витаминге толы. Барлығыңызға ас болсын. Сіздермен болған Фариза.